Сәлем достар, бүгін біз балалық шақтың балдамы лакомканың жасалу жолымен бөлісеміз. Достар, сіздер арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құйып, үстіне шым-шым тұз, сода, ашытқы және бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне 2 ас қасық шекер мен бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Үстіне ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Бір сағаттан соң қамырды бір қайырып аламыз. Одан кейін тағы да жарты сағатқа демалдыруға қойып қоямыз. Дайын қамырды бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей жайып, 2-ге бүктейміз. Одан кейін противенге салып, бетін жауып 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Бір жұмыртқаға 1 қасық сүтті қосып, бетіне жағып, 200 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей лакомкамыз дайын болды, енді салмасын жасаймыз. Ол үшін 1 банка сгущенкаға 150 грамм сары май салып, миксермен араластырамыз. Дайын болған кремді лакомканың ортасына жағып, шет-шетінен крошкаға аунатамыз. Крошканы печенье немесе лакомканың өзінен езіп жасаса болады. Мінекей достар, лакомкамыз дайын болды. Ас болсын.